Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жүрек қан тамырлар жүйесі, үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. Қан тамырлар жүйелерін ашық және тұйық деп екіге бөлеміз. Бұлтық құрттар мен омыртқалы жануарларда тұйық қан тамырлар жүйесі болады. Ал ұлулар мен бунақденелер ашық қан тамырлар жүйесіне ие. Тұйық қан тамырлар жүйесінде қан мен дене жасушаларының арасында тікелей жанасу болмайды. Ашық қан тамырлар жүйесіне ие ағзаларда ағзаның ішкі ортасы болып табылатын үш сұйықтық болмайды. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері қосмекенділерден бастап барлық омыртқалыларда болады. Құстар мен сүтқоректілерде жүректі оң және сол жартыға бөліп тұратын перде болғандықтан артериялық және веналық қандар араласпайды. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлеріне тоқталамыз. Мына жердегі суретке қарап отырыңыздар. Үлкен қан айналым шеңбері ол бір шеңберлі болып келеді. Ол сол жақ қарыншадан басталып, дене мүшелері мен ұлпаларына және одан кейін оң жақ жүрекшемен аяқталады. Яғни қанның қозғалысы деп айтсақ болады. Мен әдейі қараңыздар, сіздерге тестта, тапсырмада, ұбт-да үнемі келеді. Курсивпен белгілеп қойдым. Сол жақ қарынша деп. Үлкен қан айналым жүйесі неден басталады дегенде сол жақ дейсіздер. Және де кіші қан айналым шеңберін біз өкпелік шеңбер дейміз. Себебі ол оң жақ қарыншадан басталады. Ол өкпе артериясы арқылы жүреді. Одан кейін өкпеге барады қан. Одан кейін сол жақ жүрекшемен аяқталады. Сондықтан бұл жерде де курсивпен көрсетіліп қойдым. Кіші қан айналым шеңбері оң жақпен қарыншамен басталады. Енді жүректің қызметіне келетін болсақ, жүрек үздіксіз жиырылып, босаңсу арқылы қанның қан тамырлары бойымен қозғалысын қамтамасыз етеді. Адам жүрегінің бөліктері кезектесіп жиырылады. Алдымен екі жүрекше, сосын екі қарынша. Жүрекшенің жиырылуы 0,1 секунд, қарыншаның жиырылуы 0,3 секундты құрайды. Жүрекше мен қарыншаның жалпы босаңсуына 0,4 секунд кетеді. Жалпы жүректің толық жиырылып босаңсуы 0,8 секунд уақытты қамтиды. Сондықтан жүрек минутына 65-75 рет соғады. Келесі бұл жүректе жүрекшелер жиырылған кезде қанды кері жібермейтін жақтаулы қақпақшалар болады. Сол жақ бөлігінде қос жақтаулы қақпақшалар, оң жақ бөлігінде үш жақтаулы қақпақшалар. Бұл да ұбт-да сұрақта үнемі кездеседі. Қарыншалар мен олардан басталатын қан тамырларының аорта және өкпе артериясы арасында арнайы жарты ай тәрізді қақпақшалар болады. Жүректегі қақпақшалар тек бір бағытқа қарай ашылады. Жүрекшелер жиырылған қолқа мен өкпе артериясынан қан кері ақпау үшін қақпақшалар жабылады. Балалар, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта біз сіздермен жүрек және қан тамырлар жүйесінің аурулары тақырыбын өтетін боламын. Осы видео ұнаса, өздеріңіздің сыныптастарыңызбен ссылкасын жіберіп бөлісулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.